Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ және дәмді шығатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай және тез. Былай болса кеттік. Мен сіздерге нақты бір пиццаның рецептін жазып көрсетемін, ал видеода мен үлкен 3 пиццаның қамырын жасадым осылай. Бірінші жылы суға тұз, қант және дрожж салып араластырамыз. Қаншадан қосу керек, барлығын описаниеде жазып қалдырамын. Осылай қантты, тұзды және дрожжды жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспамызды осылайша ұнымыздың үстіне құямыз және аздап жылы су қосып жібереміз. Қыздар, осылай дайын болған қамырымыздың үстіне аздап сұйық май құямыз да жақсылап елеп, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне менде қамырым көтеріліп дайын болды. Мен бұдан 3 үлкен пицца қамырын дайындадым. Қамырымызды жұқа етіп жайып, шеттерін бортик жасаймыз. Одан соң үстіне мен дайын приправа болады ғой. Аджика сондайды қостым, жақтым, үстіне сыр қостым және помидормен халал колбасаны турадым. Мына жерде уже екінші қамырымды жайып дайындап қойдым. Үстіне тоже осылай аджика, дайын аджиканы салып пицца дайындаймын. Өте оңай және дәмді болып шығады. Осылай сыр себеміз. Мен сырды сулугуни деген сыр бар, соны қолданамын. Және пиццамыз 200 градуста примерно 7-8 минутта дайын болады. Дайын болған пиццамыз міне видеода көрсетілгенде үстіне осындай шпинат немесе рукколаның жапырақтарын осылай қойып қоямыз. Өте әдемі түрі вид беріп тұрады. Ас болсын достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер.